жүреді. Кездесу болып тұрады, екі дос кассасына сыйды. Кітап былай деп сұрап, мына кітапты көбірек оқу керек. Астардың қолында сол рахмет. Ал енді осы газ саласының қиыншылығы мен қызығы туралы айтып өтсеңіз, қандай қиыншылықтары болады, қандай қызығы бар? Жалпы қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін сала ғой, былай қарап тұрсаңыз. Газ деген өте бір күрделі мамандықты таңдаған сондай жұмыс, өйткені ол кез келген адам бұл салада істеу өте қиын деп ойлаймын. Өйткені өте сондай қызық, жаңа айтып отқан қызығы да, қиыны да көп сала. Онда ұстау керек. Қиындығы деген енді ол өте былай айтқанда орысша айтқанда безопасностьтың өте естір ғой. Қызығы деген енді сол газ жүргізіп, елге көгілдір отын берсеңіз қандай ел қуанып, сондай қуанышты рахметін айтып өте сол болса сондай көп жағдайлар болды. Енді аудандарда газдың бәрін бердік қой, тарттық. Сондықтан бір өте қуаныш жағдайлар өте көп. Тараз қаласында білім алып жатқан студенттер сіздерге арнайы тәжірибе алуға келеді ме, мысалы? Иә, бізде осы мамандық бойынша, жаңағы маман бойынша жүріп жатқан жас студенттер бізден көп осындай сабақтар, осындай тәжірибе алады. Арнайы аппараттың орындарыңыз бар ма, мысалы? Былтыр өңірде кен орны бар, біздің осы Талас ауданында. Ол сол жаққа апарды, оның жөнінде біз альбомда да бәрі көрген студенттер барып, бір күн сол жаққа апарып, көрсетіп, бәрі сондай практикасын көріп қайтты. Қалай болып жатқан, қалай шығып жатқанын. Өзіңіздің ұлдарыңыз болса, осы саланы қуанып, осы салаға қызығып, осы салада өзінің жолын қуғысы келсе, қалай қарайтын едіңіз? Жолыңызды қуанып. Шын айтсам, екі бала бір қыз бар, екі бала осы қазіргі таңда екі дос кассасына сыйды. Осы жұмыс барысында есте қалар қандай қызық оқиғалар болды осы? Оқиға көп, бірақ кейінгі есте қалатыны былтыр ғана облыстың әкімі Нұржан Нұржановтың мені осы қолдап, қоштап әйтеуір Жамбыл облысы еңбек сіңірген ардагер деген медаль берді. Одан кейін Қазақстанда бізде Қазақгаз деген бар, Қазақгаздың құрметті азамат деген медальдарды алдым. Осылай кейінгі кезде марапатқа ие болып жатырмыз, өте қуаныштымын. Біз енді кітапханадан келіп тұрғаннан кейін кітапқа деген қызығушылығыңыз бар ма? Қандай кітап оқыдыңыз? Жастардың айтамын, біз оңыздар кітаптан басқа тұрып жоқ. Бір-бірімізге мектепте отырған кезде де партадан партаға беріп, мынаны оқып келіп, бір аптадан кейін ана кітап былай деп сұрап, дегенмен кітапты көп оқыдық біз оңымызда. Қазір жастарға біз Абай жолы, жаңағы біраз кітаптар бар, қазір енді шынын айтсам ойыма түспей. Келер ұрпаққа өзіңіз бір-екі ауыз тілегіңізді, өсиетіңізді айтып өтсеңіз, не айтар едіңіз осы болашақ жастарға? Президентіміздің нұсқауы, президентіміздің жолдауына қарағанда жастарға деген үлкен алдымызға міндет қойып жатыр. Келешек осы Қазақстанның келешегі осы жастардың алдында деп. Сондықтан жастарға айтар едім, жақсы оқып, жақсы білім алып, келешекте осы Қазақстанды гүлдендіріп, Қазақстанды осы 30 емес, жаңағы 3 мемлекет алдағы ең бедел сондай жағдайға жеткізетін жастар деп ойлаймын. Барлығы жастардың қолында, сондықтан тілейтін жастар аман болып, жақсылап оқып, өнерлерін, білімдерін жеткізіп, осы Қазақстанға еңбектен сіңе берсін.